Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді сочный донер жасаймыз, және де қасына картошка фри әзірлейтін боламыз. Ең алдымен картошка фриімізді әзірлеп аламыз. Осылай картоптарымызды қалың емес, не жұқа емес, орташа көлемде турап алатын боламыз. Жіңішкелеп, менде 5-6 картошка болды. Барлығын осылай турап алатын боламыз. Турап алған картошкалардың үстіне салқын су құйып, бір ас қасық уксус құямыз. Уксус құйғаннан кейін осылай қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін суын төгіп, осылай орамалдың үстіне жайып, осылай салфеткамен дымқыл етіп барлығын құрғатып аламыз. Құрғатып алғаннан кейін бөлек ыдысымызға салып, үстіне кукуруз крахмалын салып, жақсылап осылай ыдысымызды қолмен емес, осылай ыдысымызды айналдыра отырып, барлығын араластырып алатын боламыз. Табамызды отқа қойып, май құйып, қыздырып алатын боламыз. Қызған майымызға осылай картоптарымызды пісіріп алатын боламыз. Картоптарымыз крахмалға аунағандықтан кішкене бір-біріне жабысады, уайымдамаңыздар. Сәлден соң қуырылғаннан кейін бір-бірінен ажырап, керемет дәмді болып шығады. Осылай картоптарымыз қуырылды, салып алатын боламыз. Ең алдымен салфеткаға кішкене салып, майын сорғытып алсаңыз болады. Осы үстіне дәміне қарай тұз салып, барлығын араластырып аламыз. Енді донердің ішіне салатын етімізді турап алатын боламыз. Міне тауықтың төс еті. Осылай барлығын төрт бұрышты етіп турап алатын боламын. Қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетсеңіздер. Табамызды отқа қойып, қыздырып, үстіне майымызды құйып, етімізді салатын боламыз. Етімізді жақсылап қуырамыз, үстіне соямызды, дәміне қарай тұз, паприка салсаңыз болады. Жақсылап барлығын араластырып пісіріп аламыз. Біздің етіміз дайын. Енді ішіне салатын салмаларын дайындаймыз. Мен осылай қызанақты ұзыншалай етіп турап алдым. Қиярымды да ұзыншалап турап, бәрін дайындап алғаннан кейін, барлығын осылай турап алғаннан кейін лавашымызға жинайтын боламыз. Картоп фриімді мен кетчуппен ұсындым, өте дәмді шыққан. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Мұны мен барлығын турап болдым. Енді лавашымызға донерімізді жинайтын боламыз. Үстіне кетчуп, майонезді сеуіп, жақсылап жайып шықтым. Қасықтың көмегімен жағып шықтым осылай. Ең алдымен осылай фриімді салып алдым. Одан кейін қызанағымды, қиярымды үстіне салып, оның үстіне ет салып, және де мен пекинский капустаны қолдандым. Оны өз қалауларыңыз бойынша. Ішіне тағы да пияз салсаңыздар болады. Барлығын осылай орап, үстінен тағы да бір майонез жүргізіп өттім. Енді донерімізді орайтын боламыз. Лавашымызды жақсылап орап алатын боламыз. Бұны қызып тұрған тавада немесе духовкада қызартып алсаңыз болады. Мен табада қызартып алдым. Өте ерекше, сондай сочный болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Айдана.